Мидағы миллион. Айнұр Тұрсынбаева. Алғы сөз. Кедейлікті біз өзіміз шақырамыз. Қалай дейтін шығарсыз. Ендеше тыңдаңыз. Мына сөздер сізге таныс па? Қысқашып, күрмеуге келмейді. Басқа тартсаң аяққа жетпейді. Айлықты шайлыққа жеткізу мүмкін емес. Жоқшылық қолды байлап тұр. Ақша қолдың кірі. Байлық қолда ерейтін мұз. Байлық мұрат емес, кедейлік ұят емес. Бұларды айналамыздан көп естиміз. Біз осылайша мақалдатып, тілдің майын тамызып тұрып, кедейлікті өзімізге шақырып аламыз. Ал бұрынғылар болса, жоқ деп айтпа, жоқ төреңе шығады дейтін. Жоқтың орнына қазірше болмай тұр деп айтып үйрен. Көп адамдардың ойынша бай болу үшін үйде ысқырмау керек, кешке қоқыс шығармау керек, кешке қарыз бермеу керек. Осы әдеттерді жасасаң болды, қалтаңнан ақша үзілмейді деп сенеді. Осындай пікірде жүрген адамдар ешқашан табысқа жетпейді. Қазір біреуге ақша табу туралы ақпарат айта бастасаң, байлыққа бастайтын жол көрсетсең, сені ақшадан басқа ештеңе ойламайтын дүние қоңыз, ашкөз адамдардың қатарына қоса салады. Егер дүние табу, мал-мүлік деген нәрсе дұрыс емес болса, онда мынаған назар аударайықшы. Адамзаттың асылы Мұхаммед пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өзі жар таңдаған кезде оның 4 сипатына мән беріңдер деген. Олар: түрі, сипаты, шыққан тегі, материалдық жағдайы, имандылығы. Осы тұста айтылып тұрған материалдық жағдайына қараңдар. Дегені тек ауқатты, дәулетті адаммен ғана некелесіңдер деген сөз емес. Болашақ жарыңның тұрмыстық жағдайы өзіңе сай ма, және ертең отбасылық қаражатты дұрыс жарата ала ма, осыған да мән беріңдер дегенді меңзеген. Осы хадисте ата-бабаларымыз мал таппайтын еркек жоқ, құрарын айт, бала таппайтын әйел жоқ, тұрарын айт деп бір ауыз сөзбен түсіндіріп берген. Яғни тапқан дүниені дұрыс жарату да білімге байланысты екен бұрынғылар жақсы білген. Мен ең алғаш желілік бизнеске келіп, қомақты табысқа қол жеткізе бастағанда басқалар да осылай табыстауға болатынын білсе екен, үйреніп алса екен деген ниетпен халыққа осы бизнес түрін насихаттай бастадым. Мен көрсеткен жұмыс арқылы қаржылық тәуелсіздікке жетіп, түсінде көрмейтін қаражатты өңінде қолына ұстап, алғысын жылап айтқан жандар да болды. Бірақ алғашында бұл өтірік, айына бірнеше миллион табу мүмкін емес деген пікірлерді халықтың басым көпшілігінен естідім. Сол кезде мені мына нәрсе қатты ойландырды. Миллиондаған табыс табуға болады деп сеніп, қорықпай әрекет жасаған адамдар шынымен де сондай табысқа жетті. Ал сенбеген адамдардың тұрмыстық деңгейі сол күйінде қалды. Сөйтсем, ол адамдардың санасында 70 мың теңгеден артық ақша табу мүмкін емес. Тапқанның өзінде де ол адал ақша емес деген программа орнатылған екен. Шындығында қиялы сенбеген нәрсеге адамның өзі де жете алмайды. Адам сөйлегенде, ойлағанда толқындар вибрациясы көтеріледі. Айналаңызға тарайды. Мысалы, сізде мынадай жағдай болды ма? Жай ғана ауылға бармағалы көп болды осы деп ойлап отырсаңыз, жақыныңыз осы демалыста ауылға барып келейікші деп ұсыныс айта қояды. Жұмысым ұнамайды, басқа жұмыс істеп көрейінші деп ойланып бастасаңыз, біреу жаңа жұмыс туралы ақпарат айта бастайды. Балаңызға жақсы доп алып бермесем деген ой келіп үлгермей жатып, балаңыз доп сұрайды. Көптен хабарласпаған біреуді енді ойлап бастасаңыз, WhatsApp-тан сәлем деп сол адамның өзі жазып жатады. Яғни бұл жан-жаққа тарап жатқан ойдың толқындары. Сондықтан да мен осы кітапта ақша табуға дейінгі адам санасындағы кедергілер мен шектеулерді жоятын нақты техникаларды көрсетіп ұсынатын боламын. Шындығында кеңістікте ақша жоқ емес, ақша бар. Тек адамдарда ақша туралы білім жоқ. Сіз қазір білімі жоқ бір адамға 10 миллион теңге берсеңіз, бір жылдан кейін сол адам дәл қазіргі жағдайына қайта түседі. Себебі оның ақша жайлы білімі жоқ. Қалай жарату керегін білмейді. Ал миллионердің бар байлығын тартып алып басқа жаққа апарып тастасаңыз да, бір жылдан кейін қайтадан миллионер болып оралады. Себебі оның білімі бар. Осыған байланысты мына бір оқиға есіме түсіп отыр. Егер бүкіл әлемнің ақшасын алып барлығына бірдей етіп бөліп беретін болсаңыз,
онда көп ұзамай сол ақша бұған дейін болған адамдарда қайта пайда болады. Джим Рон. Қайбір жылы Америкада жұмыс істейтін қазақ жігіті Қазақстандағы рак ауруына шалдыққан балалардың еміне өзінің бар қаражатын аударып жіберген болатын. Аз ақша емес, қателеспесем $5 миллион болу керек. Себебін сұраған тілшілерге әлгі жігіт: мен өзім осы дертпен ауырып, емделіп шыққанмын. Сол себепті олардың жағдайын жақсы түсінемін. Ал қаржыға келетін болсақ, егер бір адам ақша табудың техникасын білсе, ол жұмсаған ақшасын қайтадан таба алады. Мен бар табысымды осы балалардың еміне бердім. Бірақ мен ол табысқа қалай жеткенімді білемін. Бұл қаражатты қайтадан таба аламын. Сондықтан маған бұл ақшаны беру қиын емес. Ал егер ақша маған сыйақы ретінде біреуден келген болса, мен оны ешкімге бермес едім. Өйткені бұдан айырылып қалсам, қайтадан қалай табудың жолын білмейтін едім, деп жауап берген. Бұл кітаптың сіздің қолыңызға түсуі сіздің де осы салада білім алып, ізденіп жүргеніңіздің белгісі. Осы кітаппен қаржылық біліміңізді арттырып, табысыңызды еселейтініңізге сенімдімін. Ол үшін немқұрайлық танытпай, кітапта айтылған құнды ақпараттарды ойыңызға сіңіріп, берген білімді әрекетке айналдырсаңыз болғаны. Алла зейіндеріңізді ашып, табысқа қарай жасаған алғашқы қадамыңызды берекелі етсін. Бірінші тарау: 1000 шақырымдық жол алғашқы қадамнан басталады. Ақшаның жетіспеушілігі білімсіздіктен. Білгенге қиын емес, кету байып. Міржақып Дулатұлы. Бұл кітапты дүниенің қай бұрышында оқып отырсаңыз да, оңтүстік болсын, солтүстік болсын, мейлі батыс, мейлі шығыста болсаңыз да, бір-бірімізді көріп отырғандай, бетпе-бет жүздесіп отырғандай сырласайықшы. Сізде жақын жанашырыңызбен сөйлескенде еркін отырып, бар зейініңізді кітапқа аударыңыз. Ризықты тек Алла береді, оны басқа бір тылсым күштерден күтудің қажеті жоқ. Алланың айтқан жолымен жүріп, адал еңбек етсеңіз, төккен теріңізден елеусіз қалмайтыны анық. Ақшаны дұрыс жұмсауды үйренсеңіз, табысқа жету де оңай. Осы кітапты жазып, ақша табудың аса қиын емес екенін әрекет етсеңіз, табысқа жетуге болатындығын, еткен еңбегіңізге қарай ризығыңызды арттыратын дүниені жүрекке емес, қолда ұстасаңыз, біраз игі істерді тындыруға болатынын түсіндіру мақсатында отырмын. Себебі қазір ақшаға деген көзқарас өзгерген. Ақша табу өте қиын. Адал жолмен ақша табу мүмкін емес. Маңдайыма бай болу жазылмаған, мына қоғамда табысқа жете алмайсың деген пікірлер көбейіп, қоғам қолын Құдайға емес, құзіретті барларға жайып кетті. Бүгінгі таңда ақша табу үлкен психология, бөлек ғылым. Бірақ ол біздің дәстүрімізге жат, шариғатымызға қарсы бағытта насихатталып жатыр. Мысалы, 4-5 жыл бұрын нарықта фэн-шуй деген бақа шықты. Сол бақаны үйге әкеліп төрге қойсаң, ақша шақырады деген. Одан кейін қарны қампайған Будданың мүсінін қойсаң, үйің байлыққа толады екен деген қауесет тарады. Үйдің кіреберісіне су ағып тұрған картинаны ілуге болмайды. Үйдің бар байлығын есіктен кірмей жатып сыртқа ағып кетеді деген теріс ұғымдар пайда болды. Осының барлығы ақшаға қатысты дұрыс емес түсінік қалыптастырды. Негізі сенің табысты болуыңа үйінде тұрған картинаның, айдаладағы мүсіннің еш қатысы жоқ. Саған жай ғана әрекет ету керек. Әрекет етсең, Алла өзі берекесін береді. Жаңағы қияли тылсым нәрселерден сенің бергі дүниең де дұрыс болмайды. Қияметің де пайда келмейді. Қиялдай бермей, ақша табудың, ақша жинаудың нақты техникасын үйрену керек. Қазір халықтың басым көпшілігі үнемі бір нәрсеге бас қатырып, ойдың үстінде проблемасының астында жүреді. Барлығын қинайтын ақша мәселесі. Үйленейін десе ақша жоқ, үй салайын десе ақша жоқ, диплом бар, бірақ жұмыс жоқ. Жұмыс бар, жалақы жоқ. Жалақы бар, артық ақша жоқ. Ақша табуды, оны жұмсауды өте қатты қиындатып жіберген. Әңгімелесіп отырып, бір-екі нөлді артық айтып жіберсең, миы көтере алмай қалады. 500 мыңнан жоғары сум айтсаң, қол жетпес арман, көз жетпес шыңдай елестеді. Немесе қиялда ғана өмір сүретін ертегідей қабылдайды. Үнемі ақша жетпейді деп жүріп, бірақ соның неліктен жетпейтінін ойланбайды да ғой, шіркін. Қазір ақша
өміріміздің бір бөлшегіне айналғаны рас. Көп проблеманың шешімі осы ақшаға келіп тіреліп жатады. Маңдай теріңмен ақша тауып жатырсың. Бірақ сол тапқан ақшаң қолыңа тиер тиместен жоқ болып кетеді. Қалай болғаныңда өзіңде түсінбейсің. Кеше ғана жалақы түсіп, жағдайың жақсарып қалған сияқты еді. Бүгін сол ақшаңнан жолыңа деп қалдырған 5-10 мың ғана тұр. Тапқан ақшасы тұрып жатқан пәтерінен жетпейтін адамдар да жетерлік. Тіпті осы ақшаның жоқтығынан шаңырағы шайқалып жатқан отбасылар да аз емес. Мысалы, бір құрбың тойға шақырды, алып ұшып барғың келеді. Бірақ ол Көкшетауда, сен Алматыдасың. Оған баратын жолдың шығынын ойлайсың. Киіп баратын көйлегің бар. Той болған соң оған құр қол бармайсың, жұрттан қалмай беретін сыйлығың бар. Осының барлығын есептегенде ақшаның жоқтығынан барғың келген тойыңнан да қалып қоясың. Одан кейін көңіл күйің түседі. Барған адамдардың фото, стористеріне қызығып, әрі қызғана қарап ашуланып отырасың. Ақшаны тауып бере алмаған күйеуіңе ренжисің. Үйде жанжал болып береке кетеді. Іштегі жаман энергияны шығару үшін себепті-себепсіз балаңа ұрса бастайсың. Негізі ол баланың еш кінәсі жоқ. Сенен бар болғаны құрбыңның тойына бара алмадың. Күйеуіңмен сол үшін ренжісіп қалдың. Басқа да проблема бастан асады. Міне осының бәрінің өшін бейкүнә баладан ала салдыңыз. Немесе тойға бардыңыз, құрбыларыңызбен сол тойда отырсыз, бірақ ойыңыз басқа жақта. Туған туыстың, жора жолдастың ортасында отырсаңыз да, емен жарқын күле алмайсыз. Ойыңызда қайтаратын қарызыңыз, ертеңге төлейтін кредитіңіз тұр. Сырт көз тойға барып көңілді болып келгендей көрінесіз. Бірақ сіз ол сәтте мүлде сезінген жоқсыз. Тойда не болғанын есіңізде болмауы да мүмкін. Бар ойыңыз қарыз бен кредит болып отырды. Шындығына келсек, ақша әрбір сәттің бақытын толық сезінуге көмектесетін құрал. Бақыт деген сөзден шығады. Өмірдің бір бақыты бала дейміз. Жаңа өзіңіз ұрсып кеткен кішкентай балаңызды есіңізге алыңызшы. Оны тәлім-тәрбиесі, өсіп-өнуі, сапалы білім алуы барлығы қазіргі заманда ақшаға келіп тіреледі. Балаңыз заман талабына сай тұлға болып қалыптасуы үшін сіздің моральдық және материалдық жағдайыңыз жоғары болу керек. Себебі оздыратын да орта, тоздыратын да орта. Баланың көрген дүниелері, естіген сөздері, ойнаған жерлері, араласатын достары оның ертеңгі күніне тікелей әсер етеді. Жас күнінен айқай-шуды көп естісе, жерде домалап жатқан маскүнемдерді көп көрсе, рухани таяз ортада көп жүрсе, бала психологиясының бұзылатыны айдан анық. Темекінің тұқылын теріп өскен жеткіншектің ертең шылымды будақтатып жүрмесіне кім кепіл? Атақты Майк Тайсон бір сұхбатында: менің бұлай қыз зорлап, сотталып түрмеге түсуіме өскен ортам қатты әсер етті. Себебі мен соншалықты нашар ауданда өстім. Жүрген жерімде нашақорлар, айналамда қанзы-безерлер көп болды. Үнемі ішіп жүрген адамдарды көретінмін. Ауданымдағы балалар менің жақсы көретін кептерлерімнің басын бұрап жұлып өлтіретін. Кептерлерімді қорғау үшін мен өзімнен үлкен балаларды ұрып жығатын қара күштің иесі болуды армандадым. Тұрған жерім мені қатыгез қылып тәрбиеледі. Өмір жолымда осындай жиіркенішті адамдар көп болды. Егер мен басқа дұрыс ауданда, жақсы үйде тұрғанда, онда менің тағдырым мүлдем басқаша болар ма еді деген екен. Осының өзі дұрыс ауданда өмір сүрудің қаншалықты маңызды екенін көрсетіп тұр емес пе? Бұл бір бұрышта, қаланың шетінде, қуыс-қуыста өскен бала жаман болады деген сөз емес. Бірақ дұрыс ортада өскен баланың даму деңгейі бір саты жоғары болатыны анық. Бала өскен сайын жағдайымыз жеңілдей түседі деп ойлаймыз. Шындығында олай емес. Керісінше, бала өскен сайын жағдайда күрделене береді. Жауапкершілік те арта түседі. Мысалы, бүлдіршіннің балабақшаға баратын кезі келді делік. Сіз қандай балабақша таңдайсыз? Әрине, ғимараты жаңа, іші таза, заманауи жабдықталған, тамағы дәмді, тәрбиешілері сауатты болғанын қалайсыз. Бірақ ондай балабақшаның бағасы да сәйкесінше жоғары. Әйтеуір балабақша деген аты бар, бір жерге бере салсаңыз, ол жерде не үйреніп жатқанын білмейсіз. Кім қарап жүргенін хабарыңыз жоқ, не жеп, не ішетінде сізге беймәлім. Арзанның жілігі татымас деген халқымыз тура айтқан ғой. Бағасы төмен балабақшаның сәйкесінше берері де аз болады.
Көзді ашып жұмғанша 6 жасар алпамысымыздың мектепке баратын кезі де келеді. Шығындар саны көбейеді. Мұнда баланың болашағы үшін, білімі үшін инвестиция салуға мәжбүр боласыз. Ары қарай университет күтіп тұр. Балаңыздың ертеңгі сіздің бүгінгі әрекеттеріңізге тікелей байланысты. Сондықтан оның қамсыз білім алуына қазірден жағдай жасауыңыз қажет. Ұлтымыздың темірқазығы Абайдың биік тұлға болып қалыптасуына әкесі Құнанбайдың өлшеусіз үлес қосқаны жақсы білеміз. Тәртіп пен тәрбиеден бөлек жақсы білім алуына жағдай жасады. Семейдегі Ахмет Риза медресесіне оқытты. Бұл сол замандағы алдыңғы қатарлы оқу орындарының бірі еді. Әкесінің бай қуатты болғанының арқасында Абай көпшіліктің қолына түсе бермейтін кітаптарды еркін оқыды. Талай оқушы студенттермен кездесу өткіздік. Сөйлесіп, көптеген тақырыптарды талқылап, барымызбен бөлісіп, білгенімізді айтып жүрдік. Бір кездері мынадай бір оқиғаны естідім. Естіген сәтте еріксіз жағамды ұстадым. Мектеп бітіру кешіне беретін ақшасы болмай, киетін көйлегін сатып ала алмай, бір қыз өз-өзіне қол жұмсаған екен. Былай қарасаңыз түкке тұрмайтын дүние сияқты. Бірақ біз бұл жағдайда өз тарапымыздан ғана баға береміз. Баламыз бір кішкентай тобын жарып алып егіліп жылап отырғанда, кішкентай ғана доп қой, не болды сонша деп ақыл айтамыз. Бірақ сол доптың ол үшін қаншалықты маңызды екенін түсініп тұрған жоқпыз. Сіз үшін кішкентай ғана доп, ол үшін үлкен проблема шығар, қайдан білесіз? Өз тарапыңыздан емес, баланың тарапынан ойланып көріңізші. Сіздің жұмыстан шығарып жібергенде немесе көлігіңізді соғып алғанда ештеңе етпейді, жай көлік қой десе қалай қабылдайсыз? Сізге көлік соғу проблема болса, оған доп проблема болып тұр. Сол сияқты жаңағы мектеп бітірудегі жағдайда сыртқа жеңіл көрінгенмен жас қыз үшін оңай соқпағаны анық. Ақшасы жоқ, оның жанындағылар жақсы біледі, ертең мазақ етеді. Бойжеткен алдынан тек шешімі жоқ проблеманы ғана көріп тұр. Әлемнің қанша ғұламасын әкелсең де ол қызға мектеп бітіру кеші соншалықты маңызды емес, сабыр қыл дегенде түсіндіре алмайсыз. Ақшаң болмаса өз-өзіңе қол жұмса деп тұрған жоқпын. Осы ситуацияда кішкене кіріп көрсек деймін. Кішірім ғана ақшаны жетіспеушілігі бір қыздың жауқазын өмірін қиды. Өзін-өзі жазғырған ата-ана күйзеліске түсіп, өмірден бас кешіп кеткені анық. Бұл мен естіген сұмдық жағдайлардың бір парасы ғана. Біз білмейтін қаншама сұмдық оқиғалар бар. Бұл кедей болсаң өмірің түбегейлі дұрыс болмайды деген сөз емес. Ақшаның көптігінен байлықтың қадірін түсінбей, теріс жолға түсіп кеткен бай бағландардың да балалары баршылық. Біреуінде ақша табатын білім жоқ, біреуінде жарататын білім жоқ. Қаржы жайлы білімнің жетіспеушілігінен қанша адам қиналып жүр. Мұндай қиындықтар менде де болған. Сенсеңіздер, мектеп кезінде мен жағдайы төмен отбасыларға берілетін киімдерді киіп өстім. Мемлекеттік көмек ретінде менен не керегін сұрайтын. Пальто керек, бантик керек, анау керек, мынау керек деп тізім жазып берем. Сол тізімдегі заттар да келеді. Ол кезде бұған намыстанбайтынмын да. Негізі бұл жағдайымыздың өте төмендігінің белгісі ғой. Одан кейін 14 жасымда оқушылар айтысына қатысып, аудандық айтыстарға шыға бастадым. 17 жасымда қалаға келдік. Бірде бар, бірде жоқ. Тоқ күндерімізден аш күндеріміз көп болып өмір сүрдік. Осы кезде ризықты Алладан екендігіне анық көзім жетті. Себебі мүлде ақша жоқ. Бір үзім нанға қол жетпей тұрған кезде тойға аяқ асты арнау айтуға шақыратын. Сөйтіп жүріп, біраз жыртығымыз жамалып қалатын. Содан кейін 30 жыл айтыс сахнасында жүрдім. Жүрген жерімде жүлделі орындар алып, маңдайым жарқырап, халықтың алақанында болдым. Айтыстан ең көп көлік ұтқан айтыскер атандым. Қанша көлік ұтқанымды өзімнен қарағанда халық жақсырақ біледі. Жұрттың 3-4 жыл ақша жинап алатын көлігін 3-4 сағаттық айтыстардан жеңіп алдым. Біраз ақшалай сыйлықтарды ұттым. Бірақ оған қарамастан ақша жетпейтін. Сахнаға жылтыратып көйлек киіп, той-томалақта жарқырап жүрген соң олай көрінбеген болармын, бәлкім. Сәнденіп көлік киюіміз сахнаның талабы ғой. Ел алдында шыққан соң әдемі көріну үшін барымыздың салатынбыз. Ал негізінде менің де қара басымда қаржылай қиындықтар көп болды. Ахахаумен жиған мал охохаумен кетеді демекші, ұтқан көлігімізді туысқанымызға береміз.
жақындарымыздың тойына жібереміз, баратын жерлеріміз бар, қалтамызда тек келесі айтысқа баратын ақшамыз қалатын. Оны бір дұрыстап үнемдеп жинақтауды да білмеймін. Әйтеуір келген ақша көремін, бірақ қайда кеткенін білмей отыратынмын. Сөйтсем, бұның өзі бір ғылым екен ғой. Соңғы 5-6 жылда алыс-жақын шетелге шығып, арнайы қаражат бөліп, осы саланың білікті мамандарынан білім алдым. Сол кезде көп нәрсені түсіндім. Өзімнің көзқарасымды өзгерттім. Адамдармен қарым-қатынаста көп нәрсеге мән бермейтінімізді білдім. Ақша қалай пайдалану керек екенін үйрендім. Біз негізі көп нәрсені білмейді екенбіз. Негізінде ақша табудың техникасы бөлек, ақша жаратудың техникасы бөлек, ақшаны көбейтудің техникасы бөлек, ақша жинаудың техникасы бөлек екен. Мықты мамандардан алған білімімді, ақпараттарымды сіздермен бөлісу, түсінгендерімді түсіндіру мақсатында осы кітапты жазып отырмын. Менің қазіргі жағдайым 10 қазақты баспаналы қылуға жететін шығар. Қолдан келгенше көмектесіп те жатырмын. Бірақ ол үйді алған соң да қарызға батып кетпей, ақшаны дұрыс жұмсап, қазіргі қалпыңызға түсіп кетпеу үшін де білім керек қой. Сол үшін 10 қазақтың бұрын 10 мың қазақ осы кітап оқып, өзіне керегін алып, бай болып, бақытты болып, қаржылық тәуелсіздікке жетіп жатса, бұл мен үлкен қуаныш болатын еді. Бұл кітаптан сіз ақшаны қалай дұрыс пайдалану керектігін, қалай үнемдеу керегін, адал ризықты қаншалықты берекелі екендігін, қаржылық тәуелсіздікке қалай жету керектігін, қарыздардан қалай құтылу керегін, бай болу үшін не істеу керегін, ақшаны қалай жинау керек екенін, түп санамыздағы шектеулерді қалай жою керектігін, садақа мен зекеттің қандай пайдалы екендігін үйрететін боласыз. Ақша өмірдегі қуаныштарды сезіне алуға, өзімізді бақыттырақ санауға, тұрмыс-тіршіліктің ықпалы емес, өзіміз қалағандай өмір сүруге көмектеседі. Осыны мойындаңыз. Бірақ мына нәрсені естен шығармаңыз. Ақшаны, дүние-мүлікті жүрегіңізге емес, уысыңызда ұстаңыз. Ақша сіз үшін өмірдің мәні емес, құрал, яғни айырбас құралы болу керек. Ақша дұрыс пайдалансаң жетістікке апаратын құрал.